Жасыл алқаптың дәл ортасында орналасқан үлкен, жарық және көңілді бақ бар еді. Таңның жұмсақ нұры түскен сәтте, бұл бақтағы барлық жемістер оянып, жаңа күнді қуанышпен қарсы алатын. Бүгін олардың ерекше бір күнге дайындалып жатқан сәті еді. Себебі жемістердің үлкен би фестивалі өтетін күн келді. Алма Амина күнге күлімдеп қарап айналаға көз тастады. Барлық жемістер өздерінше дайындалып, көңілдері көтеріліп тұр. Жүзім Гуфи секіріп, өз биін жаттықтырып жүр. Банан Бони созылып, күлдіргі қимылдар жасап жатты. Әр жемістің бетінде қуаныш, жүрегінде мереке. Сол сәтте баққа кішкентай бала Әли келді. Ол жемістердің күліп сөйлеп тұрғанын көргенде қатты таңғалды. Бірақ жемістер оны жылы қарсы алды. Әли олардың қасына отырып, би фестиваліне қосылуға рұқсат сұрады. Жемістер қуана-қуана оны өз топтарына қабылдады. Фестивальге дайындық қызып кетті. Жемістер әуен таңдап, сахнаны жинап, түрлі қимылдарды үйреніп жатты. Жүзім Гуфи, секіру биін, Банан Бони, созылмалы күлкілі қимылдарды, құлпынай Лия, жеңіл әрі әсем би өрнектерін қайталап жатты. Әли олардың әрқайсына жаңа қимыл, жұлдызша қимылын үйретті. Олар бірге күліп, бірге дайындалды. Алайда мерекелік көңіл күйді кенеттен үлкен ананас патша Пако бұзды. Ол өзіне сенімді дауыспен, менсіз фестиваль болмайды. Ең жақсы бишімін менмін, деп айғайлады. Жемістер бір-біріне қарап аздап ұялып қалды. Олар үшін мереке жарыс емес, бірге көңіл көтеру болатын. Бірақ Пако ешкімді тыңдамады. Фестиваль уақыты келді. Жарықтар жанып, әуен ойнай бастады. Бірінен соң бірі сахнаға шыққан жемістер өз билерін көрсетті. Банан Бони жұртты күлдіріп, ерекше созылмалы биін биледі. Жүзім Гуфи секіріп, домалап, әдемі қимылдармен барша көрерменді таңқалдырды. Алма Амина нәзік классикалық қимылдармен фестивальдің сәнін кіргізді. Әли олардың әрқайсысын қолдап, өзі де ортаға шығып, барлық қимылдарды біріктірген биін көрсетті. Енді кезек ананас Пакоға келді. Ол сахнаға шықты. Бірақ оның қимылдары тым ауыр, қозғалыстары үйлеспей жатты. Бір сәтте ол сүрініп сахнаға құлап қалды. Оның көңілі түсіп, көзіне жас келді. Жемістер оны жалғыз қалдырмады. Алма Амина мейірімен жақындап, біз саған көмектесеміз. Бұл жарыс емес. Бүгін біз бірге би билеу үшін жиналдық деді. Әли қолын созып, жай ғана жүрегіңмен биле. Біз саған демеу боламыз деді. Музыка қайта қосылды. Бұл жолы Пако жалғыз емес еді. Барлық жеміс жидектер оның жанында болды. Олар бірге үлкен топтық би билей бастады. Алма айналды, жүзім секірді, банан созылды, құлпынай әдемі қимылдарын көрсетті, Әли бәрін біріктіріп жүрді. Ал Пако баяу, бірақ сенімді қимылдармен би әлеміне ене бастады. Ол алғаш рет би билеудің жарыс емес, қуаныш екенін сезінді. Соңғы әуен ойнағанда барлық жемістер мен Әли ортаға жиналып, бір-бірінің қолын ұстап, үлкен финалдық би жасады. Бақ ерекше жарқырап, күлкі мен шаттыққа толды. Фестиваль аяқталғанда Пако күлімдеп, мен бүгін бір маңызды нәрсені түсіндім. Ең жақсысы бірге билеу екен деді. Жемістер оны құшақтап, бәрі бірге керемет мерекені аяқтады. Ертегі соңында айналаға жайылған жарық сәуле бір ғана ойды жеткізгендей болды. Достық ең үлкен сый.